Семей тарихи қалалардың бірі. Кеттік көрейік. Бұл жерде Абайдың туған өлкесі. Оның тарихи мәдени және әдеби мемориалдық мұражайы орналасқан. Және де Достоевский бұл жерде тұрған екен 5 жылдай. Мынау Ертіс өзенінің үстінен өтетін аспалы көпір. Семейдің жолдары ойлы қырлы, андай четеребеді машинамен ғана жүретін жол сияқты екен. Үлкен мостынан өттік. Семейдегі бақай достарымыздың үйіне келдік. Қазір дастархан жайып жатыр. Одан кейін тағы да басқа достарды күтіп жатырмыз әңгімелесуге. Как можно если тебя увидят, ты чем будешь? Дискомфорт, понимаешь? Вот мы как бы из рая. Түнделетіп отелімізге келдік. Вроде жаман емес, жақсы отель. Балалар уже кірісіп кетті телевизор қарауға. Бұл жақта Айман кухняны зерттеп жүр, не бар не жоқ екен. Семейдегі достармен кездесуіміз жақсы өтті. Сондай ламповый кездесу дейді ғой. Сондай кездесу болып өтті. Семейдегі азанмен тұрдық. Балалар жабысып ұйықтап жатыр мына жақта. Азанғы сағат 7-те тұрдық, ерте. Әдемі жерде орналасқан сияқты көрінген түнде жаңағы отеліміз. Сөйтіп азанда тұрып терезеге қарап қалсақ, терезесі мынадай болып тұрған. Үйдің алды. Ескі бір здание тұралды үйдің алдында. Кухнясы әдемі, жататын жерлер жақсы, сондай жайлы екен. Семей қаласындағы бірінші таңғы асымыз. Енді Анардан кішкене интервью алайық. Қызым, өзіңді қалай сезініп тұрсың бұл қалада? Жақсы сезініп тұрсың ба? Не ұнап тұр бұл қалада саған? Жарайды. Абай атындағы музейге келдік. Қазір кіреміз. Тағатсыздана күтудеміз. Даладағы колонкадан балаларға суды қалай ішу керек екенін біз бір рет көрсеттік. Осы колонкадан басып су шығаруға болатын балалар көріп, таң қалып, өмірлерінде бірінші рет су ішті. Албекең мен Анардың қуанышына шек болмады. Достар, біз облыстық балалар биологиялық орталығына келдік. Бұл жерде 33 жыл бойы бір адам директор болған екен. Осының барлығын қалаған Вячеслав Николаевич деген кісі болған екен. Қараңыздар, менің артымда қандай үлкен бақ. Бұл жерде студенттер, балалар келіп, бұл жай зоопарк емес, студенттер, балалар келіп, осы жерде
ғылыми жұмыс жазады, бақылайды қалай өсетін. Сондай керемет орталық кәдімге, зерттеу орталығы. Біз мына жерде «Ночные стражи» деген мультиктағы, Гарри Поттердағы Букля, солардың ата тегін ба қалай десем болатынды. Соларды кәдімдей көріп тұрмыз. Өте әдемі құстар екен. Үкілер. А он кусается? Білмеймін. Қара бір аяғында тұр ма? Нет. Жоқ, екі аяғында тұр. Мама, я его яички увидел. Кел ағаш, кел. Кел. Тағында. Кел. Опс. Пумба. Мыналардың мүйізін ұстап көрдім. Тимон и Пумба. Мүйіздері жұмсақ екен. Мүйіздері. Не страшно. Қандай әдемісің сен? Тері тартылған тері екен сезіліп тұр, тері сияқты. Жақсы көріп, ұнап тұр оған. Ұстап көріңдер. Семей өңірі кезінде ежелгі мұз басу аймағының шетінде болған деген пікір бар. Сондықтан ол жерде ерекше сол мұздықпен бірге келген ағаш түрлері, шөп түрлері бар екен. Мысалы, құмды жердегі қарағайлы орман өте сирек кездесетін жүйе. Ал қаланың басқа шетіне барсақ, ол жақта шөл дала, сарыарқа даласы басталады, ағаштар жоқ. Өздеріңіз байқаған боларсыздар. Алдыңғы видеода Семейдің өз басында қарағайлы ағаштар өте көп.